Алтын ұяға тағзым. Қазақ инновациялық гуманитарлық заң университетінде студенттердің бизнес жобаларын жүзеге асыруға қолдау көрсетуге бағытталған бизнес инкубаторы Қазақ инновациялық гуманитарлық заң университеті орталығының салтанатты ашылуы болды. Шара тәуелсіздіктің 25 жылдығына орайластырылды. Сондай-ақ бірқатар студенттерге жоғарғы оқу орны түлектері ассоциациясынан бір реттік шәкіртақы берілді. Енді студенттердің бизнес жобаларын жүзеге асыруларына болады. Қазақ инновациялық гуманитарлық заң университетінде бизнес инкубатор атты орталық ашылды. Мұнда болашақта ісін бастаймын деген кез келген кәсіпкерге жан-жақты көмек көрсетіледі. У молодого человека, у которого есть какая-нибудь бизнес-идея. Қандай да бір кәсіп ашу туралы ойы болған адамның бізге келуіне болады. Біз оның жобасы жүзеге асқанға дейін көмек береміз. Яғни тренингтік кеңестер беріп, қаржылық есептік кеңестер ұйымдастырып, заң тұрғысынан қолдау көрсетеміз. Орталықтағылар жұмыс жасап жатқан жобалар арасында фотостудиялар ашу, үшті үлгілеу, жастар демалысын ұйымдастыру мен өндірістік жобалар бар. Дамудың барлық кезеңінде студенттерге қолдау көрсету үшін университет кәсіпкерлер палатасы филиалымен меморандумға отырды. Сондай-ақ Қазақ инновациялық гуманитарлық заң университеті түлектерінің қауымдастығы атынан белсенді студенттерге шәкіртақы тапсырылды. Былтыр егер 14 студентке, белсенді студентке стипендия берілсе, биыл 27 студентке бір реттік ақшалай стипендия беріліп жатыр. Казгюде оқып жатқан қазіргі күндегі студенттерді кәсіби тәжірибе практикаға алып жатыр. Олар сол жерде егер өздерін 2-3 айдың ішінде жақсы көрсетсе, тіпті болашақта жұмысқа да алып жатқан нақты бізде мысалдар бар қазіргі таңда. Былтыр Қазақстан Республикасының парламенті мәжілісінде, жоғарғы сотта, Астанада және Атамекен кәсіпкерлік палатасында ұйымдастырылған болатын. Биыл қауымдастық қорынан студенттер шәкіртақысына 700 мың теңге мөлшерінде қаржы бөлінді. Оларды әр жылдардағы түлектер тапсырды. Бұл университеттегі әлеуметтік саясаттың басты бағыттарының бірі болып есептеледі. Арыскүл Мадыбасова, Эльмира Жүрсінбекқызы, Сәуле Байғалиева, Елжан Мағзумов, Семей жаңалықтар қызметі.